Сәлем достар, бүгінгі тақырып екі жарым жастағы бала дамуы. Екі жарым жастағы бала қандай болады, иә? Екі жарым жаста баланың эмоционалдық көңіл күйі анық көріне бастайды. Балада өзінің қуанса қатты қуанып күліп, қатты ренжісе кәдімгідей өзінше тырысып қырсығып қалып деген сондай эмоциялары, мындай қызғану деген секілді, анасын әкесін қызғану деген секілді, болмаса үйіңізде басқа бір үлкен балаларыңыз болса солардан қызғану деген секілді, солармен бірге затқа таласу, ойыншыққа таласу, бұл енді қатты күшейе бастайды. Өзінің эмоционалдық күйлерін қатты көрсетеді. Бір нәрсе ұнамаса қатты шыңғырып бақырып истерикаға түсіп жылайды. Осы кезде, әсіресе 2-ден асқан кезде, бала қатты өзінің истерикасын көрсете бастайды. Бір нәрсе ұнамаса қатты айғайлап шыңғырып жылайды. Өзінің эмоциясын қатты көрсетеді. Бұл кезде жер тепкілеп жылауы мүмкін, жерге аунап жылауы мүмкін. Осындай бір қатты эмоцияларды көрсететін болады. Яғни бала қатты эмоционалды болады екен. Содан кейін үлкендердің бір айтқан өтініші ұнамаса қырсығып деген секілді, өзінің айтқанын жасатқысы келіп, өзіндік мені оянып, мен де адаммын деген секілді, менде қалауларым бар деген секілді, көбіне көп өзім кием, өзім істеймін, киімін өзім кием деп нәскиін өзі киеді, шалбарын өзі жартылай киюге тырысады, киімдерін де өзі таңдайды, мынаны кием, мынаны кимеймін деп. Яғни өзіндік балада мені оянады, бәрін өзім істеймін, қолында өзі жуғысы келеді, қолында өзі сабындағысы келеді, қолын өзі сүрткісі келеді, бәрін өзі істегісі келіп тұрады. Егер анасы үй тірліктермен айналысып жатса, анасына барып көмектеседі, анасының қалауларын орындайды. Яғни ананы істей қойшы, мынаны істей қойшы деп жұмсаса, осы кезде негізі баланы жұмсай беру керек деп айтады. 2-ден асқаннан кейін, жалпы еңбектей бастағаннан бері жұмсай беру керек деп айтады. Себебі баланы жұмсаған сайын балада енді анаған бар, мынаған бар деп айтасың ғой, сол кезде бала жұмсаған кезде сондай бір сөздерді жаттайды, оның миы, логикасы дами бастайды. Біз әлі кішкентай дейміз, бірақ жоқ, баланы жұмсай беру керек. Неғұрлым көп жұмсақ балаға соғұрлым жақсы, соғұрлым оның миының дамуы жақсы жүреді. Анасының өтінішін орындап, бар, кел, ананы істе, мына сетті өшір, ананы ал, мынаны бер деген нәрсені оңай түсінеді. Өзінің атына атасы әрине қарайды, өзінің атын айта алуы мүмкін, өзінің егер басқа балаңыз болса, отбасыңызда соның аттарын айтуы мүмкін. Кейбір балалар сөйлей бастайды бұл жаста, 2 жарым жаста. Бұрын буындап қана айтатын бала, енді 2 жарым жаста толыққанды сөзді айтады, толыққанды сөздерді айтады. Жиі естіп жүрген сөздерін, қысқа сөздерді анық айтады. Сонымен қатар кейбір балалар сөз тіркестерін айтады, кейбір балалар қате болса да сөйлеммен сөйлей бастайды, яғни 2-3 сөздің басын қосып сөйлеммен сөйлей бастайды. Енді бұл тілі жаттыққан балалар болу керек. Егер сіздің балаңыз олай тілі шықпай, жай ғана сөзбен сөйлесе, яғни 1-2 сөз айтып қойса арасында, ол да жақсы. Баланың осы 2 жарым жаста тілі дами бастайды. Жайлап сөйтіп тілі дамып, жақсы сөйлеп кетуі мүмкін. Жалпы баланың кеш сөйлеуі, яки ерте сөйлеуі, ол бір баланың дамымай қалуы деген сөз емес. Әр бала әртүрлі дамиды, бірақ осы 2 жарым жаста балалар анық сөздерді айта бастайды екен. Одан кейін осы 2 жарым жас аралығында көбіне көп горшокқа үйретілу процесі жүреді. Кейбір балалар горшокқа отыруы мүмкін өзі көрсетіп, кейбір балалар горшокқа отыруды білмесе де, егер бұтын оның подгузнигісіз, яғни жөргексіз шешіп тастайтын болсаңыз, онда ол жіберіп қойса, ыңғайсызданып көрсетуі мүмкін, міне мен жіберіп қойдым деп. Ыңғайсыз болады ғой енді.
бірақ оны да айтып түсіндіруіміз керек. Әрине бұл болмайды, отыруың керексің горшок деп. Горшокқа үйрету туралы менде видео бар, астына ссылкасын қалдырам, қарап кетсеңіздер болады. Тап осы жаста горшокқа баланы үйреткен дұрыс болады. Осы жаста үйретпесеңіз кейін үйрену қиын болады. Осы жаста үйренген балаға да оңай болады. Осы бала осы кезде сөйлей бастайды. Горшок десеңіз горшок деп айтады. Болмаса го-го деп қысқартып айтсаңыз болады, баланың тіліне ыңғайлы болу үшін. Осы кезде баланың уақытысы екен горшокқа үйрену, егер үйретілмеген болса. Одан кейін басқа балалармен қосылып ойнай бастайды. Өзіне не керек екенін біледі. Балалар өзінің ролик ойынын ойнайды, яғни әкесіне ұқсағысы келеді, қыздар анасына ұқсағысы келеді, анасының іс-әрекетін қайталайды. Анасы тамақ жасап жүрсе, ол да тамақ жасап, сөйтіп жағаласуы мүмкін анасына. Тамақ жасағысы келіп, ол да әр нәрсені кәстрүлді ақтарып деген секілді. Осындай кезде оның қазірде бар ғой, кухонный уголок деген секілді, асхана бұрышы деп кішкентай балаларға арналған. Болмаса жаңағы шаштараз бұрышы деп мындай өзіне кішігірім арналған осындай бір ойыншықтар бар. Сол шаштараздың үстелі, асхананың үстелі, сондай бір кішігірім ойыншықтар болса, егер өңізде қоятын жер болса, енді қатты орнамайды көп, сондай бір өзінің баланың бұрышы болса, сол бұрышта бала анасына қарап, өзі сәнденіп, болмаса өзінің тамақтарын пісіріп, кәстрүлдерін алып қойып, ойыншық кәстрүлдер көп қой қазір, ойыншық заттар. Ойыншық жаңағы кеселер бар, сондайларды алып берсеңіз, өзі сонымен өзі ыдыстары сияқты қылып, өзі қарап, сол ыдыстардың қуыршақтарына беріп, қуыршақтарын тамақтандырып, қуыршақтармен ойнап, қуыршақтарын бала есебінде көріп, қуыршақтарын, қыздар әсіресе қуыршақтарын коляскаға салып алып, қуыршаққа бала есебінде қарап, көтеріп, оны сипап, құшақтап, аяғына салып тербетіп, үстін жауып, сипалап, қарап, өзінде бір қыздарда сондай бір жақсы бір рөлдік ойындар болады. Ал ұлдарда машинамен жақсы ойнай бастайды. Машинаны айдап, машинаның алдына отырғысы келіп деген сияқты, әкесімен бірге жүретін болса егерде, осындай бір рөлдік ойындарға кіре бастайды. Яғни әртүрлі машинаның түріне қызығады деген секілді нәрселер болады балаларда, ер балаларда. Осындай болады көбіне көп. Сосын анасы бір жаққа кетіп қалған кезде, болса әкесі бір жаққа кетіп қалған кезде, осындай жақын адамдар, бала 2 жаста болса қатты жылап, бір тынышталмай, ол бір 2-2,5 жасқа дейін осындай болады. Тынышталамай, зорға тынышталады, өгіз эмоциясы да ұзаққа созылуы мүмкін. Бірақ 2,5 жастан бастап бұл эмоция тыйылуы мүмкін. Яғни әкесі анасы келіп кетіп қалса, жарайды болыпты деген секілді бала тез тынышталып қалуы мүмкін. Бірақ 2-2,5 жаста ұзақ жылап қалуы мүмкін. Және де бала осы жас аралығында онша бөтен адамдарға бара бергісі келмейді. Бөтен адамның яки жақын адам бала бәрібір танып тұрады. Жақын адамдарына ғана еркелігін көрсетеді. Әсіресе анасы мен әкесіне, ата-әжесі болса, оларға еркелігін көрсетуі мүмкін. Егер баланы мақтаса, белгілі бір іс-әрекетін қол былай шапалақтаса, жанымсың, молодецсің, күштісің, ақылдысың деген бала бәрібір сезеді. Осындай бір жақсы мақтау сөз естісе, одан сайын ол әрекетіне жаңағы мақтанып, қылықтарын көрсетіп, одан сайын ол әрекетті істеуі мүмкін. Осы кезде жаңа баланы мақтап жұмсау жақсы көмектеседі. Яғни бір жағы бала да еңбекке үйренеді, бір жағы логикасы дамиды, бір жағы сіздің де көмекшіңіз пайда болады. Осы жағынан өте жақсы болады баланы жұмсаған. Және де ол бала әрбір әрекеті үшін мақтауды естігенді ұнатады. Қылықтары шыға бастайды, еркелей бастайды. Еркеліктің дәмін қатты татып алатын болады бұл кезде. Жоқ, болмайды деп қабағын түйіп ұрсаң, ренжіп қалуы мүмкін деген секілді осындай эмоциялары болады өзіндік. Қатты бақырып жылап жіберуі мүмкін деген секілді өзінің ренішін осылай көрсете бастайды бала. Жалпы сіздерге айтатыным осы балалар, осы достар, егер сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, осы видеомен бөлісіңіздер.
және арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге рахмет.